Бүгінгі тақырыбымыз Тоқай Темір ұрпағының тарихы, Қырым хандығы. Қырым хандығының негізін құрған ол Хаджи Герей. Бұның атасы Таш Темір Алтын Орданың ханы болған. Аз ғана уақыт 1395 жылы. Бұны қолдаған кезінде Тоқтамыс жеңіліп қалғаннан кейін бұл Литваға қашады өзінің балаларымен. Ақыры соның немересі Хаджи Герей мына Едігенің балаларына арқа сүйеп жаңағы Қырымға бекініп хандық құрады. Бірақ та Едігенің балалары Бараққа ауысып кетеді дағы. Біздің Жәнібектің әкесі Бараққа ауысып кетіп, Барақ сол өзінің бекілер бегін Мансур Едігенің баласын қойып, соны артынан сезіктеніп өлтіреді. Соған кектенген мына Мансурдың бауырлары Ғазы мен Наурыз Барақты өлтіреді. Сөйтіп Барақ өлгеннен кейін мына Хаджи Герей күшейеді. Сөйтіп алысып жүріп 1428 жылы бұл Қырым хандығын ақыры басып алып хандық құрады. Арғарай оның соғысқаны ұлы Мұхамбет, одан кейін кіші Мұхамбет, Сейіт Ахмет өз ағайын туыстарымен соғыс бастап осында Қырымда хандық құрады. Енді санаған кезде Шыңғыс ханның атасынан санаған кезде 7-ші Сарича деген, Саричаның 7-ші ұрпағы осы Хаджи Герей. Енді міне таблицаны қараған кезде біз атадан бастаймыз Хаджи Герейден. Бұның да ұрпақтары бір-бірімен таласып, ақыры хандықтан, Қырым хандығынан айырылып қалу керек. Сонымен міне таблица. Егер осы таблица схема қарасаңыздар, Хаджи Герейдің өзіне санаған кезде 7-ші, міне көріңіздер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 хан болған. Соның ішінде Селим бірінші 3 рет хан болып, ақыры соның ұрпақтары ғана кеткен. Сол Селим біріншінің 7-ші ұрпағы ана Николай деген адамның, оның әкесі Сұлтан шоқынып христиандық қабылдап Александр Иванович деген атпен, соның баласы Николай, соның қызы Анна. Сол 7-ші. Осыменен 7 буыннан 2 рет айналым болып, бұлар да тарихқа кетеді. Ал енді мына Мүбәрактан бастасақ, Хаджи Герейдің немерелер мықты болады жалпы. Онда оның 7-ші ұрпағы міне 6 хан: Халим, Арслан, Фетех 2-ші, Қырым, Ахмет, Мақсуд және Селим 2-ші. Бұлар да хандыққа таласқан. Сонда 33 жылда барлығы 6 хан болған. Кейбіреулері 2 реттен хан болған. Осылардың балалары 8-ші. Ол Дәулет 4-ші, Селим 3-ші, көріп тұрсыздар, Бақыт, Сақип 2-ші, Шахин, Бахадыр, Қаплан 2-ші. Бұлар 8-ші. Бұлар да бір-бірімен таққа таласып, біреулері Турцияға арқа сүйесе, біреулері Ресейге арқа сүйейді, біреулері жаңағы ру билеріне арқа сүйейді. Сөйтіп билікке таласып, ақыры шашылып, биліктерінен айырылып қалады. Ең соңғы Шахин, міне көріп тұрсыздар, 2 рет билікте болған. Бұның арқасында, бұны таққа итеріп тұрған Ресей күштері. Ақыры жаңағы бұлар әлсіреген кезде Ресейдің әскері келіп, толығымен басып алады. Шахин жаңағы тақтан бас тартады. Одан кейін біраз Ресейде өмір сүріп, ол өзі Турцияға кетеді. Сонда біраз тұрғаннан кейін жер аударылып, ақыры Турция сұлтанының бұйрығымен өлім жазасына кесіледі. Сөйтіп тарих осы Хаджи Герейдің ұрпақтары биліктен кетіп елдерінен айырылады.
осының бәрін біз айтқанда 8-ші буынның синдромы дейміз. Ең көп кемшілік мұнда, тіпті кемшілік те емес, мұнда біздің өзі ата дәстүр, мынау көне дәстүрімізден айырылып қалғанымыз, қолданбағанымыз. Осындай жағдайларда билік үшін кімді хан қылып, қаған қылып қойған кезде құрылтай шақырылатын. Бірақ мына кімнің Тоқай Темурдың ұрпақтары, өз Тоқай Темур хан болған жоқ, және ұрпақтары да, олардың да Шыңғыс ұрпағы болса дағы хандыққа, мен ойлаймын, биліктері, құқықтары болмады. Тоқтамыс кезінде оны Ақсақ Темір таққа отырғызған. Мына Ұлы Мұхаммед мынау едіге өлген соң алысып жүріп таққа отырды. Оның балалары да бір-бірімен қырылысып, ақыры тақтан айырылып қалды бұлар Қазан хандығынан. Таш Темур да оны Тоқтамыс таққа былай Қырымға көтерген кезінде билеуші қылып, бұлар да жаңағы құрылтайсыз хан болған. Бұлардың да билікке келгеннен кейін балалары құрылтайсыз жаңағы билікке келіп, бір-бірімен таласып, ақыры 7-ші буында бұлар биліктен айырылып қалды. Келесі біздің тақырыбымыз хандыққа құқығы болмаса да қолында күші болған Мамай, оның ұрпақтары және мына едіге, оның ұрпақтары. Осыны қарастырамыз.